еркек ретінде мен үшін бір үлкен жетістік. Шынымды айтайын, мен мына сумкамның ішінде қазір карточка, бүкіл нәрсе осының ішінде де. Менің бала-шағам қазір ресепшнда күтіп отырды. Олар ештеңені уайымдамайды да, тамақ ішуге барадық. Карта қайда, ақша қайда, былай қарасаңыз бұл ер адамның жетістігі деп есептеймін. Неге? Мысалы, біреу үшін жай нәрсе болуы мүмкін. Бірақ сол кішкентай нәрсе менің бала-шағам сондай нәрсені уайымдамайды да. Уайым, қайғы, ана бірдеңені алу керек, бүйту керек, сөйту керек деген нәрсе ойларына келіп кетпейді. То есть бүкіл ауыртпашылықты мен еркек ретінде өз мойныма алғанымда. Көп еркектің қателігі осы жерде. Бұны бұрын мен де сондай болатын. Бірақ когда сен өзіңнің әйеліңді, бала-шағаңды кәдімгідей шын ментально асырайын деп ниет қылып, әрбір мелшіктің бәрін, бүкіл ауыртпашылықты өз мойныңа алған сәттен бастап сенің ризығың арта бастайды екен. Қарапайым нәрсе де, еркек ез болмау керек, еркек болу керек. Осындай ер адамды еркек деп атау, который кеудесін жыртып барып, ана жерде көрінген жерде өзінің күшін көрсететін, ол еркек емес. Еркек осындай любой ауыртпашылықты, өмірдегі любой қиыншылықты өз мойнымен, бала-шағасын мойнына артпай, әйелін мойнына артпай, өз мойнына көтеретін еркек, нағыз еркек. Дұрыс па?